Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз аналогия. Яғни кешегі тапсырмада осы екі тапсырма болған ең соңғы. Сол кезде де бұл аналогия тақырыбын білмей тұрсаңдар да оны орындадыңдар. Сол үшін жарайсыңдар деймін, сендерді құттықтаймын. Бұл тақырыпты түсіндіретін болсақ, біз бірінші мына берілген бірінші суреттегі екі суреттің айырмашылығын табамыз. Арасында қандай ерекшелік бар, қандай ұқсастық бар, қалай өзгерген мына сурет, қалай өзгерген, соны анықтауымыз керек. Міне түсі көк еді, қызыл болды. Мынау кішкентай еді, ұзынша болды, я. 3 лепестогы бар, бұл жақта да 3 лепесток бар. Енді барып төмендегі екінші суретке қараймыз. Бірінші суретте қандай өзгеріс болса, екінші суретте де сондай өзгеріс жасауымыз керек. Біздің мына гүліміз қызыл болу керек. Және лепестоктарын санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепесток болу керек. Мына суретте мына үшеу болғандықтан мынау болмайды. Мынада төртеу екен санасақ, мынада төртеу екен болмайды. Мынада төртеу болмайды. Мына жақта нешеу? Алтау екен, ол да болмайды. Сонда болатын бір ғана нұсқа тұр. Ол мына 5 лепестогы бар осы жерге келеді. Ал мына жердегі бірінші тапсырманы кеше жасадыңдар, жасаған оқушылар бар. Осыған қарайықшы. Бізде бірінші жапырақтың неше сызығы бар? Міне 1, 2, 3 сызықпен бөлінген екен. Ал мына жанындағы жапырақ томпақтау екен. Оның сызықтарын да санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жапырағы бар. Егер мұқият санайтын болсақ, бұл жақта да 6 жапырақ бар екен. Енді біздің келесі мына төмендегі суретке қарауымыз керек. Дәл сондай заңдылық орын алу керек. Мына жерде де бізде 3 сызық болса, келесі жапырағымыз томпақ болу керек. Ояқта да 6 сызық болу керек. Сонда біздің варианттарымыздан ол қайсы болады? Мынаның жапырақтарын санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Нақты 5-ақ екен. Бұл болмайды. Мынау да болмайтын сияқты. Бұл үлкен болып кеткен жапырақтар. 1, 2, 3 мынаныкі да болмайды. Бізге 6 жапырақ санау керек. 1, 2, 3, 4 бұл да болмайды. Енді мына екеуінің біреуі болады. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жапырақ болып келіп тұр. Сонда бұның жауабы бізде Д болады екен. Келесі, мына екінші суретте, бірінші мына суретке қараймыз. Екеуінің арасында қандай байланыс бар, бірінші соны анықтап алайық. Мына жерде бізде радуга, кемпірқосақ деп атаймыз, берілген. Және де қолшатыр тұр. Екеуіне де қарайтын болсақ, түстері сәйкес келген екен. Мына қызылдан басталған, мына жақта да қызылдан басталған, сары, жасыл, міне жасыл, одан кейін көк келген, одан кейін фиолетовый келген екен, мына қарап тұратын болсақ. Сонда бізде мына төмендегі суретте де сондай сәйкестік болу керек. Біздің қол шатырымыз мынандай қызыл түстен басталу керек. Олар қайсы? Басталмайтындарды сызсайықшы, мыналар болмайды. Одан кейін оранжевый болу керек, қызылдан кейін оранжевый бар ма? Мынау болмайды. Мына үшеуі қалды бізде, қызылдан кейін оранжевый. Оранжевыйдан кейін сары екен, міне үшеуінде де сары. Сарыдан кейін не бізде? Жасыл, Сарыдан кейін жасыл, мына жерде бар, мына жерде бар, мына жерде бар, дұрыс. Енді жасылдан кейін бізде көгілдір, ашық көк десек болады. Мына жақта уже темно-синий болып тұр. Бізге ашық көк керек, мынау сияқты. Мына жерде жасылдан кейін тағы да бір жасыл кездесіп тұр. Сондықтан бұл да болмайды. Егер до конца қарайтын болсақ, сонда жауабымыз мынау болып тұр. Мына жасыл, ашық көк, одан кейін қою көк, одан кейін фиолетовый. Түсінікті ма оқушылар? Дәл осылай келесі тапсырмаларды да мұқият қараймыз. Бірінші суретті, бірінші заңдылығын ескереміз, қандай ерекшеліктері бар, соны ескереміз. Содан кейін барып астындағы суреттің бос орындарын толтырып шығамыз.